Good morning, dear children. How are you? So, the theme of our lesson is rain. Я балалар, біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыздың аты rain. Rain деген ол бізде жаңбыр. Сонымен rain жайлы бір шағын үзіндіні тыңдайық. Rain, rain, go away. Come again another day. Everybody wants to play. Rain, rain, go away. Енді балалар, осындай жаңбырлы күнде, мейлің ашық күнде не істейміз? Қандай ойындар ойнаймыз? Сол туралы айта алу үшін балалар, біз бүгін бір грамматикалық тақырыппен танысамыз. Оның аты балалар present continuous. Созылмалы осы шақ. Яғни ол дегеніміз, яғни балалар, дәл қазір не іс, қандай іспен айналысып жатсыңдар, сол туралы білдірген кезде қолданамыз екен. Яғни балалар, мына көріп тұрғандарындай, бұл бізде есімдіктер. Яғни I, мен, he, she, it, all, яғни he деп ер баланы айтамыз, all деп, she деп қыз баланы айтамыз, it деп жан-жануарларға және жансыз нәрселерге айтамыз. Ал қалғаны мінекей балалар, we, біз, you, сен, they, олар. Және де балалар, present continuous'ты қолданған кезде балалар, бізге мынандай үш көмекші етістік қажет екен. Am көмекші етістігі ол бізде тек қана I есімдігімен жүреді. Is көмекші етістігі he, she, it есімдігімен жүреді. Ал are көмекші етістігі we, you, they есімдіктермен бірге жүреді екен. Яғни present continuous'та біз сөйлем жасаған кезде ең алдымен қарап аламыз. Біз кім туралы айтамыз? Егер де мен I деген, мен деген сөзді қолданып сөйлем жасайтын болсам, демек мен am деген көмекші етістікті қолданамын. Егер де мен біз деп айтқым келсе, яғни we-ді жазамыз, оған сәйкес are көмекші етістігін қолданамыз. Ал енді мынау бізде қандай әріп? Бұл бізде V әріпі, демек бұл бізде verb деген сөздің қысқартылған түрі, яғни етістік. Демек біз етістігімізге балалар ing әрпінен тұратын жұрнақ жалғаймыз екен. Мысалға, мен бір мысал келтірейін. I am sitting. Яғни I am sitting деген сөз шықты. Мен өзім туралы айтқым келді. Сол себепті am көмекші етістігін қолдандым және sit деген мысалды алдым. Sit ол отыру және оған ing-ді жалғаған кезде sitting деген сөз шықты. Сонда жалпы I am sitting деген сөйлемнің аудармасы мен дәл қазір отырмын. Шынымен де мен қазір отырмын ғой балалар. Сол себептен мінекей present continuous'ты біз осындай жағдайда қолданамыз. Яғни демек дәл қазір не істеп жатырсыңдар? Сол туралы айтқан кезде қолданылады. Егер де балалар біз түсінсек, мынандай жаттығу бар. Exercise number 7, page 97. Complete the sentences. Яғни балалар біз сөйлемдерді толықтырамыз. Яғни балалар біз жаңағы present continuous'ты қолданып сөйлемді толықтыруымыз керек балалар. Мінекей, Paul және what is key деген етістік. Paul деген ол бізде ер бала, демек біз оны he есімдігімен алмастыра аламыз. Ал мен жаңа айтып кеттім, he болған кезде бізде is көмекші етістігі қажет. Және де етістік мына жерде бізде what is key деген. Оған біз сәйкесінше ing жұрнағын жалғадық. Яғни Paul is water skiing. Яғни Paul суда сырғанап қайықпен келе жатыр. Ал егер де балалар осы тапсырманы істеп болсақ, formative assessment, яғни сабағымызды қорытындылаймыз. Қалыптастырушы бағалау. Answer for the question, сұраққа жауап береміз. What is she doing? Ол не істеп жатыр? Біз мына жерде кім туралы айтып жатырмыз? Сендер есімдікке көңіл бөліңдер. Мен айтып жатырмын сұрақта she. Демек біз мына қыз бала туралы айтып жатырмыз. Жауап берген кезде балалар біз осы she есімдігінен бастаймыз сөйлемді. Және де қандай көмекші етістік керек бізде present continuous'ты қолданған кезде балалар, соны еске түсіресіңдер. Және де бұл қыз бізде не істеп жатыр? Балық аулап жатыр. Жаңағы балық аулау деген етістікке
ереже бойынша жұрнақты жалғайсыңдар балалар. Сонымен біздің сабақ аяқталды. Және де сендерге үйге мынандай тапсырма беремін. Ол бізде activity book, яғни жұмыс кітабында, ол 71-ші бетте екінші жаттығу. Мына жерде 3 сурет тұр, және сол 3 суретке сәйкес 3 сөйлем берген. Егер де сөйлем суретке байланысты сәйкес келетін болса, біз оған, яғни плюс қосу белгісін қоямыз. Ал егер де суретке сөйлем сәйкес келмесе, біз онда, яғни минус алу белгісін қоямыз. Сонымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Goodbye.